Жайхон дария емес. Уақыттың өзі сияқлы ағатығын сырлы өзек. Ол өз жағалауларында миллетлер, естеліктер һәм жоғалған ізлерді үнсіз сақлап келген. Бұл жерге келген әрбір жолаушы өзекті өзгерте алады, бірақ судың рухы өз орнын тәрк етпейді. Ілми хақиқат сонда тарих кейде хүжетлерді емес, ал хауадағы сыбырлыларды, атлардың артында һәм жәмиет ядында жасайды. Орайлық Азияның құмы астында жасырын қатламлар бар. Біз олардың әр бірін қайта ашуға ұмтыламыз. Этникалық есте ағын су сияқлы. Формасы өзгеру мүмкін, бірақ мәнісі үзілмейді. Жайхон бойлап кезген әсірлер көрігінің және бір сырлы беті Өзбекстан жеріндегі араб әулетларының өшпес тарихы болып табылады. Сіз Жайхон жойбарменен біргесіз. Егер және бір мәрте тарихтың өшпес қатарларына сүңгуге қалесеңіз, біз басладық. Өзбекстанда жасап кетірген араб әулетлары тек қана тарихта қалған емес, ал әзірде өзлігін сақлап қалып кетірген жанлы жәмиет десек болады. Олардың дәслепкі келіп шығуы декарнан 7-ші һәмде 10-ші әсірлерге барып тақалады. Араб қалалық цивилизациялары кең көлемде Орта Азияны, соның ішінде Орайлық Азияны жаулап алған мұсылман басқыншылығы дәуірінде айрым араб рулары һәмде қауымлері бұл жерлерге көшіп өткен. Сонан кейін әсірлер дауамында араб мигрантлары һәм жергілікті халық өзбек, тәжік һәм басқа да халықларымен қосылып жаңа этникалық қауымлық құрам Өзбекстан арабларын қалыптастырген. Бүгінгі күнде бұл жәмәт Текарнан, Қашқадария, Самарқанд, Бұхара сияқлы уәлаятларда жайласқан һәм өз тарихы, этникалық атамасы, айрым үрп әдетлері арқылы өтміш пенен байлансын сақлап кетір. Соның менен бірге әсірлер дауамында араблар жергілікті жәмиеттің қалыптасуына, мәдениетіне және де демографиялық процесслеріне бейімлесіп, соның менен бірге өз орнында арабшылықтан орайлық азиялыққа, яғни Өзбекстанлы араб сәйкеслігіне эволюция жасаған. Бірақ бұл сәйкеслік жоғалған емес, ал араблықтан келіп шыққанлық сезімі, ру қауым атлары және де әулеттен әулетқа өткен әңгімелер, сондай-ақ этнотопонимлердегі араб ізлері өшпеген. Бүгін біз әйне осы тарих арабшылықтан орайлық азиялы жәмәтке шекемгі толқынлы жолды, оның себеплерін, ашылуларын һәмде сақлануын үйренеміз. Араблар Орта Азияға, соның ішінде қазіргі Өзбекстан аймағына бірінші кезекте 8-9 әсірлерде болған басқыншылықлар дәуірінде кірген. Бұл басқыншылықлары ғаресіз араб халифалығы тарапынан әмелге асырылған тарихта мұсылман басқыншылығы атамасымен тән алынған. Соның менен бірге айрым араб рулары һәмде мұсылман жәмәтлері бұл аймаққа көшіп келіп, жергілікті халықпенен араласып, жаңа этникалық топар Өзбекстан арабларын қалыптастырген. Зерттеулерде атап өтілуінше, араблар Текарнан, Қашқадария, Самарқанд, Бұхара һәм Науға сияқлы аймақларда жайласқан. Олардың жайласуы тек ауылларда ғана емес, ал қала атрапы жәмәтлерінде, уәлаятларда жергілікті жәмәт құрамында өз сәулеленуін тапқан. Бұл жәмәт әсірлер дауамында өзлігін сақлауға, этникалық атамаларын сақлап қалуға әрекет еткен. Мысалы, араб деген атама ру һәмде қауым атлары, этнотопонимлер өз ахмиетін жоғалтпаған. Сонымен бірге арабшылықтан орайлық азиялыққа эволюция процесінде тіл, мәдениет, күнделікті тұрмыс тәрізі, яғни жайласу, ассимиляция көрініслері жүз берген.
Сирек ұшырасатын араб диалектлері, арабша сөзлер азайған, көпшілік ауыл хамде қалаларда араблар өзбек ямасы тәжік тілдерінде сөйлеседі. Бірақ ахметлі мәселе арабшылықтан толық уаз кешірмеген. Олар өз тарихын, бірнеше үрп-әдетлерін, жаңғырақлық діни хамде мәдени мирасларын хаттегі ассимиляция жағдайында да жасыру, сақлауға харекет еткен. Бүгінгі күнде Өзбекстан араблары категориясы диаспорадан көре тарихы, мәдениеті, идентификациясымен ажыралған, өзлік дәрежесіне еріскен этникалық топар сипатында қаралады. Бұл тарихи процесс халқымыздың ұзақ хамде құрамалы этникалық мозаикасының бір бөлегі. Өзбекстан араблары бірдей емес, ал бірнеше түп хамде рулардан ібарат құрамалы этникалық құрылым. Har bir ру өзіне тән атама, тарих, әулет естелігі һәм жеке өзлік сезімі менен ажыралып тұрады. Бұл атамалар әсірлер дауамында сақланып, кейде өзгеріп, кейде жаңа мән алып, бүгінгі әулетқа жеткен. Олардың арасында емгі араб қауымлерінен келіп шыққан жергілікті жағдайда қайта қалыптаскен һәм аралас этникалық топарлар да бар. Араблардың ішкі құрамындағы Саид, Хафиз, Қарабас, Лақа, Бадауи сияқты атамалар тек ат емес, ал тарихи этникалық белгі вазипасын атқарады. Ауыл хамде махалле атамаларында да араблардың ізі сақланған. Бұл этнотопонимлер бүгінде халықтың ядында сақланған мәдени қатлам есептелінеді. Рухамде этнотопонимлер тек қана өтміште емес, ал жәмиеттің бүгінгі пікірінде белгілейді. Сол себеплі оларды үйрену бұл араблардың мәдени қатламларын ашуда дикарға гілт болып табылады. Өзбекстан арабларының этникалық құрамы іліми деректерде атап өтілуінше бірнеше тарихи қатламлардан құралған. Бірінші қатлам 8-9 әсірлерде кіріп келген араб қауымлерінің әулеті. Екінші қатлам кейінгі әсірлерде сауда, діни білімлендіру хамде әскери қызмет арқылы аймаққа келген араб топарлары. Үшінші қатлам жергілікті халықтарменен әсірлер дауымында араласып, қоспа этникалық үлгіні пайда еткен әулетлар. Осылайынша араблар ішкі құрамында әр түрлі ру хамде аймақлар жүзеге келген. Бұл ру атлары әр бір жәмиет үшін өзліктің белгісі. Мысалы, Саид руы көп жерлерде пайғамбар әулеті деген мәніменен байланыстырылады. Хафиз аты Құранды ядылаған әулеті ямасы діни білімі күшлі болған шаңырақлар менен байланыстырылған. Қарабас ямасы қарабаслылар сияқлы атамалар жергілікті шариатта пайда болған, сыртқы белгі ямаса белгілі бір әулет өзгешелігі менен байланысылы. Лақа хамде Бадауи сияқлы этнонимлер айрым араб қауымлерінің жергілікті айтылуына үйлескен көріністер сипатында түсіндіріледі. Осы атамалар әсірлер дауамында өзгерген болса да, әр бір араб жәмәтлерінің ішкі түзілісі жәмиетлік ис хамде әулет бірлігіне нұқсайды. Этникалық құрамымен байланысылы және бір ахметлі қатлам этнотопонимлер. Өзбекстанның айрым аймақларында араблар жасаған ауыл, абат, аймақ хамде махалелердің атларына арабша түбірлер сақланған. Бұл атлар кейде турдан туры араб сөзін өз ішіне алған болса, кейде ру аты ямасы арабша лақаплар текарында қалыптаскен. Қашқадария, Сурхандария, Бұхара аймақларында бұндай жер атамалары құрамалы түрде сақланған һәм бұл этномәдени қатламның ахметлі дәлелі есептелінеді. Этнотопонимлері тек қана жер атамалары емес, ал этникалық естеліктің тірі формасы. Оларды үйрену соны көрсетеді. Араблар бір жерде уақытша емес, ал әсірлер дауамында жасаған егіншілік, шаруашылық hamde жергілікті қожалық үлгілерінде қатынасқан саламат жамаат болған. Har bir этнотопоним аймақ тарихы hamde жамаат этникасының ажыралмас бөлігі есептелінеді. Араблар арасындағы ру аймақ
тамақ дүзілісі бүгінгі күнде де белгілі дәрежеде сақланып қалған. Айрым ру атлары күнделікті тілден қалып кеткен болса да, үлкендердің ядында, шаңырақ шежірелерінде һәмде махалле дәстүрлерінен жоғалмаған. Ру атлары адамлардың кімлігін белгілеуші белгі сипатында жетісуде дауам етпекте. Жамаат ағзаларының өзлігін аңлатуда қайсы рудан екенлігін айту еледе ахметлі орын елейді. Бұл болса араб жамаатлерінің ішкі жамиетлігі дүзілісі жоғалмағанын көрсетеді. Араб этно құрамының және бір өзіне тән жағы әрбір рудың жергілікті мәдениетпенен байланысып кеткенлігі, тұрмыс тәрізді жеке дәстүрлері және де ішкі қатынастары хатте ауқатлану ұсылына шекем айрым руларды өзгеше қырлар сақланған. Бұл айырмашылықтар олардың араплық тамырын һәмде жергілікті орталықтағы эволюциясын бір уақыттың өзінде көрсетеді. Өзбекстан арапларының тұрмыс тәрізі әсірлер дауымында қалыптасқан дәстүр һәмде жергілікті орталық тәсірінің өзіне тән үйлесімі. Олар ауыл қожалығы, шаруашылық һәмде диқаншылыққа текарланған жасау тәрізіменен ажыралып тұрған. Хаялар киім-кеншеклерінде өзіне тәнлік бұл ұзын киімлер, жұқа орамалар һәмде араб антропологиясынан келіп шыққан атамалар сақланып қалған. Еркеклердің киімінде болса әмелейлік һәм сахра халқыларына тән әпуайы үлгілер үстінлік еткен үйрозгер бұйымлары, қол минетіменен ісленген зергерлік бұйымлары һәмде ыдыслар жәмиеттің мәдени қатламларын көрсетіп берген. Қожалықлар әдетте кең хаулы, малларға арналған айрым орынлар һәмде мейман қабылдау үшін үлкен бөлмеден барат болған. Әлбетте араб жәмиетлерінде мейман дослық, үлкенге, кішіге үрмет һәмде маресімлерге амел ету тұрмыс тәрізінің тикарғы тірегі болып келген бұл дәстүрлер қазіргі күнге шейін белгілі дәрежеде сақланып жатыр. Өзбекстан араплары тарихтан ауыл қожалығы менен шұғыланған. Олар тикарынан бағманшылық, диқаншылық, шаруашылық әсіресе қой һәмде қарамал бағуды тикарға тіршілік дерек сипатында сақлап келген. Шаруашылық олардың тұрмыс тәрізінде жүдә ахметлі орын тұтқан. Соның ұшында көплеген араб ауыллары кең хаулілі, хайуанлар үшін ажыратылған арнаулы имаратлы болған. Киім-кеншек мәселесінде де араблар жергілікті орталық тәсіріне бейімлескен болса да айрым белгілер араб тамырын көрсетіп тұрған. Хайыл қызлар әдетте ұзын, тығыз тұтылатығын қара ямасы қара аңғареңлі киімлер киген, оның үстіне жұқа, үлкен орамал жабатығын еді. Айрым аймақларда бұл орамалдың жергілікті атамаларда бар болып, ол хаялдың шаңырақтағы дәрежесінде аңлатқан. Еркеклер болса кең шапан, жеңіл шапан, кейде араб ұсылындағы галстуксыз көйлек һәмде өзіне тән бас киімдер киген. Бас киімдер олардың һәм мәдени һәм діни символ вазипасын атқарған. Тұрақ жай құрылысында өзгешеліктерге ие болған. Араб шаңырақларында хаулі орайлық орында тұрған. Ол тек тіршілік емес, ал жәмиетлік тұрмысты да бірлестірген майдан еді. Хауліде шаруаханалар, ұстаханалар һәмде хаял қызлар үшін арнаулы жұмыс орынлары болған. Мейман қабылдау дәстүр күшлі болғанлығы үшін әрбір шаңырақта үлкен бір бөлме дастұрхан жаю үшін кең орын тайырлап қойылған. Хаяллардың қол менеті әсіресе тігушілік, тоқымашылық һәм зергерлікті безеу сияқлы жұмыслар жүдә рауажланған. Олар шаңырақлық әләжілер үшін арнаулы киімлер, неке киімі, тойдағы зияпат киімлері, дақмажилтлер сияқлы бұйымларды қолдан тайырлаған. Зердөзлік һәмде өсімлік нақсылары араб хаялларының дәстүри эстетикасын көрсеткен. Еркеклер болса теміршілік, шапқышылық, шаруашылыққа қалыптасқан, әсіресе ауыл қожалықларында олардың минеті тикарға қожалық тірек болған. Айрым араб рулары дәстүрлі аңшылық һәмде шөл өнерменшілігінде сақлап қалған. Ауқатлану мәдениетінде де арабшылық һәмде жергіліктілік үйлескен. Араблардың ауқатлары тикарынан қорылған өш, сүт өнімдері дәнлі ауқатларға бай болған. Жергілікті өзбек ямаса тәжік асханасы тәсірі себеплі олардың рационы уақыт өтуіменен бай барған. Соның менен бірге арабларда жәмиетлік қатынасқылар, үлкенге хүрмет,
аталық, мейман күту әдебі, құдалар арасындағы әдеп, хаял қызларға хұрмет һәмде үй шариатындағы вазипалар қатаң тәртіпке салынған. Хаяллар үй қожалығы, бала тәрбиясы һәмде үй жұмыслары үшін жауапкер болған. Еркеклер болса қожалық һәмде сыртқы қатынастарды басқарған. Бұл тұрмыс тәрізі заманауи дүние тәсірінде өзгерген болса да көп тәреплері сақланып қалған. Көптеген араб махаллелерінде елеге дейін шаңырақтың үлкені хұрмет етілуі, маресімлерде әйемгі тәртіплерге әмел етілуі, айрым үрпәтетлердің әулеттен әулетқа өтуі бұған дәлел. Өзбекстан арабларының тұрмыс тәрізі араб тамыры һәмде жергілікті мәдениеттің жетік үйлесімі болып әсірлер дауамында өзгеріске ұшыраған болса да өзінің текарғы өзгешеліктерін жоғалтпаған үлкен этнографиялық мирас болып табылады. Өзбекстан араблары жамаатлерінде шаңарақ этникалық өзлікті сақлаушы текарғы жәмиетлік институт есапланады. Дәстүри шаңарақ үлгісі патриархал үлгіге текарланған болып, онда әулетлер арасындағы хұрмет һәм үлкенлер сөзі үстін болған. Құдалар арасындағы қатынасқылар қатаң әдеп қағидаларымен тәртіпке салынған. Саушылық барысында көп жағдайларда үлкен әулет уәкіллері шешуші қарар қабыл еткен. Неке маресімлері жәмәтлік сипатқа ие болып, діни һәмде дәстүри элементлердің үйлесімлілігі көзге тасланған. Және де аза маресімлерде қатаң тәртіп һәмде белгілі бір қағидаларға текарланған. Сондай-ақ жәмиетлік, бірлік бұндай жағдайларда айрықша көрінген. Бала тұтылуы һәмде сүннет мәресімлерде араб шаңырақлық дәстүрлерінің дауам етуін тәминлеп берген. Қазіргі заман жәмәті тәсірінде де дәстүрлер кейбір өзгерістерге ұшыраған болса да, олардың көпшілігі елде ішкі жәмиет қағидалары түрінде сақланып қалмақта. Өзбекстан арабларының дәстүрлі шаңырақ дүзілісі патриархал көрініске ие болған. Шаңырақта атаның орны орайлық орынды елеп шешім қабыл етуде шешуші роль ойнаған. Бұндай модель әулетлар аралық тәртібі низамның сақлануына текар жаратқан. Үйде еркеклер һәм хаяллардың вазипалары анық бөлістірілген. Хаяллар текарынан үй өзгершілік, бала тәрбиясы һәмде маресімлерге байланысты таярлық жұмысларына жауапкер болған. Саушылық маресімлерінде үлкен әулет уәкіллерінің қатынасуы мәжбүри есепланған. Қыз тәреп һәмде жігіт тәреп арасындағы сөйлесу белгілі әдеп икрамлық нормаларына текарланған. Сондай-ақ саушылық процесінде келін күйеудің келісімнен алдын рух һәмде туысқанлық байланыстары, жәмиеттегі орны, шаңырақлық қадіриетлер терең үйренілген. Маресімлерде кейде арабша дуалар, діни құтлықлаулар айтылған. Неке маресімі текарынан жәмиетлік орталықта мелге асырылған. Той маресімлері арабларды һәм мәдени һәм діни факторларды өзіне бірлестірген. Тойдағы ауқатлану, мейман қабыл ету һәмде дастурхан мәдениетінде жергілікті өзбек үрпәтетлеріменен үйлесу көзге тасланатығын дәрежеде болған. Бірақ ішкі тәртіп нормалары араб жәмәтлерінің өз дәстүрлі моделінен келіп шыққан. Келіннің үйге кіруі маресімінде де рәмзи хөрмет белгісі сипатында үлкенлердің, яғни жасулылардың патия салынған. Мата маресімлері де жәмәтлік характерге ие болған. Қайғылы шаңырақ туысқан һәм қоңсы қобылар тарапынан қоллап қуатланған. Қайғылы күнлерде ауқат даярлау, маресімлі шөлкемлестіру жұмыслары хаял қызларға жүкленген. Бұл процесте де үлкенлерге хөрмет, орайлық өлшем есапланған. Азалау дауамында жәмиетлік ауызбіршілік, туысқанлық түзілісінің бекемлігі көрінген. Матам киімлер көбінесе әпуайы, безексіз болған. Бала туылуы болса, шаңырақта үлкен қуаныш сипатында белгіленген. Ауыл жәмәтлерінде нәрестені құтлықлауда туған туысқанлар біріншілерден болып келген. Сүннет маресімлері ұл баланың тәрбиясында ең ахметлі дәстүри басқыш сипатында атап өтілген. Маресімде шаңырақтан тысқары жәмәтлер қатынасқан. Араб шаңырақларында шежіре һәмде нәсілдің
сақлау ахметі мәдени қадірият болған. Айрым араб шаңырақлық этнонимлері тап нәсілге байланысты сақланып қалған. Әулеттен әулетқа аузекі тарихты жеткеру дәстүрі кіші жастан баслап үйретілген. Совет дәуірінде де оннан кейінгі жылларда да шаңырақлық мәресім мәдениеті белгілі трансформацияларға ұшыраған. Той мәресімлерінде болса біраз заманауи элементтер пайда болған, бірақ үлкенге хұрмет, құдалар әдебі, жамаат ішіндегі ішкі әдебі крамлылық үстінлігі жоғалған жоқ. Тілдегі өзгеріслер тәсір еткен болса да, мәресімлерге араплардың тамырын еслетуші айрым дуа хамде білдіру формалары сақланып қалған. Өзбекстан араплары этномәдени өзлігін сақлауда тіл тарихы барқұлы ахметлі фактор болып келген. Іліми анализлерге бола араб тілі бұл жерлерді дәслеп, жәмиет ішінде белсенді қатынас құрал сипатында қызмет еткен. Ал кейін ала болса, рәмзи мәдени формаға өзгерген. 20 ғасырға келіп білімлендіру, урбанизация хамде аралас некелер тәсірінде араб тілі орталығы сезілерлі дәрежеде қысқарып барған. Бүгін араб шаңырақларының тек арғы сөйлесу тілі көбінесе өзбек хамде қысман тәжік тілдеріне өткенлігін атап өтуіміз мүмкін. Соған қарамастан мәресім, діни сәлемлесу хамде күнделікті үрп әдетлерге байланысылы арабша сөз қатламы үлкен әулет тілінде сақланып қалған. Хаттегі бұл баралар жергілікті тіл фонетикасына бейімлескен халда өзгеше бір көрінісілерді де пайда еткен. Тілдегі өзгеріс жоғалту емес, ал жаңа мәдени лингвистикалық өзгешеліктердің қалыптасу процесі десек қате болмайды. Тіл қатламларын үйрену болса, жәмиет ядын һәм этникалық дауымлылықты түсінуге тикарға гілт болып қалмақта. Өзбекстан араплары этнолингвистикалық орталығы көп әсірлер дауымда өзінің ауызекі формасы арқылы сақланып келінген. Араб тілінің бұл аймаққа кіріп келуі 8-9 ғасырлердегі ислам тарихыменен байланысты екенлігі іліми тикарға ие. Араб жәмиаты шаңырақларының бір бөлегі ауыл орталығында ұзақ уақыт ішкі сөйлесу тілі сипатында арабша сөйлесуді сақлап қалған атап өтіледі. Зерттеулерге қарағанда тілдің әсірлер дауымындағы жағдайы 3 басқышта талқыланады. Дәстепкі дәуірде белсенді қарым-қатынас тілі, кейінгі символикалық діни аңлату формасы һәм қазіргі дәуірде сөйлесу дәрежесіндегі шекленген ауызекі қатлам. 20 ғасырда совет дәуірі білімлендіруі һәмде жамаатлік хабар құраллары тәсірінде араб тілінде еркін сөйлесудің пәсеуі бақыланған. Бүгінгі күнде араб жамаатлерінде тілдің толық грамматикалық системасы сақланбаған, бірақ діни дуалар, мәресімлік құтлықлаулар һәмде сәлемлесу әдетлері көрінісінде символдық қатлам жасап қалған. Үлкен әулетқа арабша сөз қатламның актив һәм символикалық аңлату дәрежесі жоғары болса да, жазылар сөзінде ол тек арынан пассив еске түсіру түрінде ұшырасуы атап өтіледі. Қашқадария һәм Сурхандария араплар тілінде арабша этнолексика өзбек тілі грамматикасы һәмде фонетикасы қағидаларына байланысып қалғанын, айтылу нормалары жергілікті тіл табиғатына масласқанлығын да атап өту керек. Араб сөйлесуіндегі тикарға өзгешелік сез айтылуындағы жұмсақлық сөз ақырында жергілікті аффикслердің қосылуы һәмде айрым этнонимлердің жергілікті сөйлесуде жаңа форма алу сипатында қаралады. Тілі өзгеруін жоғалту емес, ал мәдени орталықта қайта қалыптасу процесс десек анығырақ болады һәм бұл процесс этникалық өзліктің жаңа көрінісінде жасауын тәмінлеген. Араб тілі элементтері тикарынан шаңарақ, туысқанлық, сондай-ақ той, жаназа, мейман күту һәмде діни сәлемлесу жағдайларында да анық сақланып қалған. Этникалық тіл сақлануының 5 тикарға механизмі бар. Діни сөйлеу формулалары, шаңарақ тамырына байланысты әулет атамалары, мәресім дуалары, өзара сәлемлесу ұсылы һәмде жергілікті түс алған араб сөйлесулері лексикасының қатламы. Бұл белгілер адамның өзін қайсы этникалық орталық һәмде әулетқа тиесілі екенлігін сөйлеуде үздіксіз императив механизм сипатында қолданылуда мәлім. Жұмақлап айтқанда араб тілі орталық актив қатынастықта қысқарған, бірақ мәресім дуалар, шаңарақлық диалект һәмде символикалық этномәдени сөзлік қатламында қайта түзілген формада жасап
жасап қалған. Өзбекстан араплары үшін 20-ші ғасыр жәмәтлік өзлікті кескін бұрылыстар дәуірі болды. Совет модернизация саясаты араб жәмәтлерінің жәмиетлік құрамын, жасау аймағын һәм мәдени көрініс формаларын бүткілей өзгертіп жіберген. Бұрын ауылларда тығыз жайласқан араб топарлары қалаларға, аралас мәхәллелерге көшіп, қала мәдени орталығына интеграцияланғанын атап өту орынлы. Өзгешелік енді тек қана тіл яки ру атамаларында емес, ал өтміш хақындағы жәмәтлік естелік, жаңарақлық, қаде һәмде діни үрп-әдетлер арқылы сәулелендірілген. Өзлікті аңлау жеке түске өтіп араб әулады болу көбірек символикалық белгіге айланған. Бірақ әтте бұл форматы да мәдени давамлылық үзілмегенін айтып өту ахметлі. Бұл жәмәт бүгінгі Өзбекстанның көп қырлы этномәдени мозаикасында ахметлі орнына ие. Өзбекстанда жасаушы араб жәмәтлері бірлеспелер жабық диаспора формасынан ашық жәмәт құрамындағы локал этникалық топар моделіне басқыш өткен. Ассимилизацияны тезлестірген текарғы факторлар, білімлендіру системасының бірдейлестірілуі, экономикалық сиясат, мәдени қызмет формалары, телевидение һәм қалаластыру процесслер сипатында көзге тасланады. Араб жәмәтлеріндегі демографиялық өзгеріслер жеке өзгешелікті күшейткен, яғни адамның өзін жәмәт атыменен емес, ал көбірек бұқаралық һәм аймақлық тиісілік пенен тәріптеу жағдайлары көбейе басылған. Қалаларды жасаушы араб әулетлар өзбек тілінде білім алу, кәсіп, мәдениет һәмде хабар тарқату орталығында ұлы мәмілі процесслерге қатынаса басылғанын атап өту орынлы. Араб тілі актив сөйлесу қатламның шығып, шаңырақ өлкенлерінің есінде пассив қатламға өткені, діни сөйлеу формулалары һәмде мәресім лексикасында болса рәмзи вазипаны сақлап қалғаны мәлім. Бұл лингвистикалық трансформация мәдениеттің жоғалу сипатында бақыланбайды, ал мәдени бейімлесу һәмде үйлесудің жаңа формасы, яғни әдәуір жағдайына сәйкеслескен жаңа түр сипатында түсіндіріледі. Дала материалларында араб жәмәтлерінің уәкіллері өзлерін көбінесе былайынша тәриплейді: біз араб әулетларымыз, бірақ осы жұрттың адамларымыз. Бұл гәпте этникалық тамырлары бар екенлігі, бірақ мемлекеттік һәмде бұқаралық тиісілік үстінлігін көріп, араб сәйкеслігінің жаңа көрінісі жүзеге келгенлігін байқау мүмкін. Этникалық келіп шығуы сақланған, бірақ аймақлық һәмде бұқаралық тиісілік үстін. Араблар өзін жәмиеттен ажыратып сақлауға емес, ал оны дәуір шариатына икемлестіріп, өзгертіп дауам еттіруге харекет етіп атырғаны да бар гәп. Сол себебі араб жәмәтлерінің тек арғы белгісі бүгінгі күнде тіл емес, ал тарихи естелікті ауызша жеткеру, діни мәресім белгілерінде һәмде әулет атларында сәулелендіретұғын этникалық естелік системасы есептелінеді. Тек арғы жұма сонан барат араб сәйкеслік қазіргі уақытта этникалық мәдени код формасында емес, ал рәмзи сәйкес қатлам әулетлар естелігі һәмде діни мәдени қаделер үйлесімі сипатында жасап келмекте. Бұл модель Өзбекстан жәмәтінің рауажлану принциплеріне қарсы емес, ал керісінше оғандан жергілікті реңге ие икемлесушең жәмәтлік система. Өзбекстан араблары заманауи жәмәттің құрамында толық интеграцияласқан, бірақ тарихи өзгешелікті символық һәмде шаңырақлық мереке нормалары дәрежесінде трансформация еткен халда дауам еттіріп атырған этникалық жәмәт. Бұл сәйкеслік формасы жоғалып кетпеген, ал дәуір жағдайына бейімлескен мәдени еслеу системасы сипатында сақланып келмекте. Жайхон сызған этникалық карта тек қана өтміштің көлеңкесі емес, бүгіннің де іліми дәлелі. Өзбекстан араблары тарихы бізге бір хақиқатты үйретеді. Халықлар өзгеру мүмкін, бірақ өзлікті сақлау жоғалу емес, ал трансформация болып табылады. Олардың тілі, киімдері һәмде тұрмыс тәріздері жергілікті орталық пенен үйлескен болса да, әулет иесінде һәм жәмәт нормаларында араблықтың тамыры үзілмей дауам еткен. Бұл мирасты үйрену, миллетлердің қосылу ноқатларын түсіну деген сөз. Бүгін олар өзін әпуайы араб деп емес, ал Өзбекстанлы араб әулады деп тәриплейді. Тамыр бар һәм тағдир осы елге байланысылы. Жайхон жойбарының мақсеті де міне осы сырлы давамлылық һәмде мәдени өзгеріс механизмлерін ілми көзқарас пенен қайта ашу болып табылады. Бұл Жайхон жойбар еді. Сіз YouTube каналындасыз.